Ахмет Байтұрсынұлы Білім Академиясы. Латын графикалы жаңа қазақ әліпбиіне көшу. Тәжірибелер мен нәтижелер. Дәстүрлі құндылықтарымызды сақтай отырып жаңару. Қазақ тілінің заманауи сұраныстарға сай ақпараттық коммуникативтік әлеуетін арттыру. Ғылыми индустриялық қарқынға ілесе даму және жаһанмен еркін тілдесу. Латын графикалы жаңа қазақ әліпбиіне көшу осындай прогрессивті үдерістерге бастайтынына айқын көз жеткіздік. Бұл ақпараттық технологиялар көзілеспес жылдамдықпен дамып, адамзат баласын жаңа белестерге шығарған бүгінгі уақыттың талабы. Жазу. Қоғамда қажетті рухани және материалдық игіліктерді тоғыстырушы, бұқаралық коммуникацияны қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі. Ал оның таңбалануы және емле ережелерінің тіл табиғатына, сондай-ақ қолданыстық шарт жағдаяттарға сай болуы өте маңызды. Қазақ әліпбиін кириллше емес, латын графикасымен таңбалаудың басты принципі тілдің табиғи болмысына оралумен айқындалатыны белгілі. Қазақстанда латын графикасына көшу ең алдымен тілдің өзінің ішкі иммунитеттік механизмдерін сақтап қалу идеясымен байланысты болды. Қабылданған әліпби нұсқасы мен жазу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Дегенмен, жаппай халықты оқытуға алдын ала дайындық жұмыстары басталып кетті. Осы орайда әліпби реформасының білім беру жүйесіне тікелей қатысты екенін ескергеніміз жөн. Себебі, жазудағы өзгерістер ең алдымен әсер ететін жер ол мектеп, ондағы шәкірт пен ұстаз. Мен артатын үмітім осы әліпбиді енгізу арқылы мұғалімдердің біріншіден педагогикалық педагогикалық ұстанымдары өзгереді деп сенемін. Бір жүйеден сіз екінші жүйеге, мүлдем өзгеше жүйеге еніп отырмыз. Яғни мұғалімдерге де қиын болады. Яғни мұғалімдерге де белгілі бір уақыт керек болады. Қайтадан басқа бір сарыннан екінші сарынға үйрену үшін. Тілді оқыту негізі ол мектеп тілдік пәннің мұғалімдерінің міндеті емес. Ол тілдік емес пәннің де мұғалімдер, өйткені ол тарихта ол тілге қатысты, географияда тілге қатысты, химия, биологияңызда ол тіл. Яғни барлық мұғалімдер осы жерде басын назар аудару керек. Яғни латын әліпбиін оқытқан кезде тек қана тілдік мұғалімдердің тапсырмасы міндеті болып қалмау керек. Сонымен қатар жаңағыдай жаратылыстану, қоғамдық, гуманитарлық пәннің мұғалімдерінде міндеті болу керек. Яғни бұл осыдан туындайтын нәрсе, ол кісілерде де оқыту керек. Ол кісілерге де курс, семинар, тренинг өткізу керек. Латын графикалы қазақ әліпбиінің ғылыми теориялық қағидаттарын айқындаумен іс бітпейтіні анық. Сонымен қатар, оны оқытудың әдістемелік негіздерін дайындау, әрбір әлеуметтік топ өкілдері мен жас ерекшеліктеріне сай үйрету әдіс тәсілдерін негіздеп алу, жаттығулар кешенін дайындау сынды түйткілдер қазіргі таңда алдымыздан шығып отыр. Латын графикасына көшуде оның әдістемесінің негіздерін әлеуметтік лингвистика, әлеуметтік психология және жалпы психология, содан кейін барып лингвистикалық, дидактикалық, лингводидактикалық негіздерін жақсылап қазір қолдан келгенше негіздеп алған дұрыс. Содан кейін біз әрі қарай оны тарата береміз. Когнитивті, креативті, шығармашылық жұмыстар етіп. Рецептивті дағдылар дейміз ғой, тыңдалым мен оқылым, жазылым мен айтылым дағдылар арасында байланыс орнатып отырған дұрыс. Енді жалпы оны үйрету кезеңдеріне келетін болсақ, енді ол жерде ең бастапқы кезде мүмкін жаңағы олар білетін таныс әріптермен бастап, кейін оларға таныс емес болып отырған мүмкін қатты өзгешелікке ұшыраған әріптер сөздерді біртіндеп енгізу арқылы үйретуге болады. Осы орайда еліміздегі оқу тәрбиесін жетілдіруге атсалысу мақсатында құрылған Ахмет Байтұрсынұлы Білім Академиясы латын графикалы қазақ әліпбиін оқытуға арналған бірнеше бағыттағы курстық бағдарламалар дайындады. Теориялық және практикалық жұмыстарды ұштастыру, оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыру сынды басты міндеттерді нысана тұтқан білім мекемесі жаңа әліпбиді меңгеруге ниет білдірген тыңдаушыларға тиімді оқыту курстарын ұйымдастырып келеді. Атап айтсақ, педагог қызметкерлерге арналған латын графикасы, оқыту теориясы мен әдістемесі курсы, мемлекеттік қызметшілерге арналған латын графикасы, теориясы мен практикасы курсы, техникалық және кәсіптік білім беру мамандарына арналған латын графикасы, өндірістік оқыту негіздері мен әдістемесі курсы, Қазақстан Республикасының азаматтарына арналған латын графикасы, сауаттылық негіздері курсы.
Аталған курстардың ғылыми стандарттар мен талаптарға сай авторлық құқығы бекітіліп, арнайы мамандар тарапынан сараптамадан өткен. Сәйкесінше дидактикалық құралдары да курс тыңдаушыларына ұсынылады. Латын графикасын оқытуға арналған бірнеше дидактикалық материалдар кешені дайындалды. Курсқа, семинарға келіп қатысып жүрген тыңдаушылардың жалпы жаңа графиканы үйренуге деген қызығушылықтары өте жақсы. Жаттығу жұмыстарын орындау барысында олардың жаңа графиканы еркін әрі жеңіл меңгеріп жатқанына біз куә болып жатырмыз. Нақты өзіміздің көкейімізде жүрген сұрақтарымыз бар ғой, орфография мен орфоэпияның ара қатынасы мәселесі, жаңағы шет тілден келген сөздердің жазылу емлесі деген сияқты мәселелерге нақты жауабымызды ала білдік. Тағы да бір айтатының ең бастысы бізге қажет болғаны бұл нақты көз дағды, қол дағды машықтарын жаттықтыратын тапсырмалардың мол болғандығы, сол тапсырманың жүйелі болғандығы бізге қатты ұнады. Көптеген әріптердің емлесінде түсінбеген жақтар болды менде. Сол мәселеге бізде мына ұстаздар көп үлесін қосып үйретті десем, нақты дұрыс айтқан болар едім. Сонымен қатар мектепке дейінгі бөлімде бүлдіршіндерімізді осы әліпбиге, латын әліпбиіне көшілу барысында қолдау көрсетіп үйретем деген мақсатым бар. Жаңа әліпбиді жатсынбай қабылдаған халықтың ынта-ықыласынан қоғамдық сананың жаңғыруға, түрленуге, ұтымды қадамдар жасауға дайын екені аңғарылуда. Уақыт пен кеңістіктің орайы келіп, себептердің бір арнаға тоғысқан шағында латын графикалы жаңа әліпбиге көшіп, еліміздің одан әрі нығаюына тілектес болайық, үлесімізді қосайық.